Бірде-бір топ ұры үлкен керуен жайында естіп, сол керуенді тонауға жолға шығады. Зымиян мақсаттарына жетіп, күн батып уақталасқан жерлеріне бара алмай қалады. Ақыры сол маңдағы бір үйлердің бірінде түнемекші болады. Шеткі бір үйдің есігін қағып, өздерін Алла жолында дін жайып жүрген адамдар ретінде таныстырады. Мұны естіген үй иесі қуана қарсы алып, бөлек бөлме дайындатқызып, ас әкеліп, асты үстіне түсіп қызмет жасайды. Сол үйдің туғанынан бір мешел баласы болады. Ертеңіне ұрылар кеткеннен кейін үйдің иесі әйеліне бұл Алланың жолында жүрген ізгі жандар, дәреттерінен қалған суларын баламыздың денесіне жағып сипашы, мүмкін олардың берекеті мен Алла шипасын берер дейді. Әйелі айтқанын бұлжытпай орындайды. Кеше ұрылар бұрынғы әрекеттерін жасап, жұрттың көзінен таса болу үшін әлгі үйге қайтып келеді. Үйге қайтып келген олар өз көздеріне өздері сенбей біраз тұрып қалады. Кеше ғана төсекке таңылып жүре алмай жатқан баланың бүгін өз аяғымен жүргенін көреді. Олар үйдің қожайынына кеше ғана балаңыз мешел еді, бүгін қалайша жүріп кетті деп таң қалысты. Үйдің иесі, иә, сіздердің шарапаттарыңыздан осылай болды. Дәрет алған суларыңыздың қалдығын алып балама сүртіп едім. Алланың құдіреті мен сіздердің берекелеріңізбен жазылып кетті. Сіздер Алланың жолында жүрген оның сүйікті құлы емессіздер ме деді. Әлгі адамның шынайы ниетіне тәнті болғаны соншалық көздеріне жас келіп жылап жібереді. Жылап тұрып бұлай деп айтады: біз сен ойлағандай дін жаюшы Алланың сүйікті құлы емеспіз. Біз анығында кісі өлтіріп жол торыған қарақшылар едік. Алла балаңды сенің шынайы ниетің үшін ауруынан жазды. Ақырында олар барлығы тәубесіне келіп, алған заттарын иелеріне қайтарып, басында үйдің иесіне өздерін таныстырғандай әлемнің әр тарапына Алланың дінін жаюға кетеді. Сондықтан мұсылман адамның шынайы ниетпен жасаған әрбір жақсы амалы сауапқа кенеледі және қайтарымы Алладан болады. Яғни бұл амал Алла тағаланың Құран кәрімде расында Алла жасаған игіліктеріңді өте жақсы біледі деп ескерткенімен дөп келеді. Сондықтан да исламда ниеттің алатын орны бөлек. Жаман ниет үшін күнә арқаласаң, жақсы ниет үшін сауап аласың. Сауап алу үшін ниетің таза болу керек. Амал іске аспай қалса да, таза ниет жақсылыққа апарады. Яғни жақсы бір іске ниет етіп, ісің іске аспай қалса да сауап аласың. Бір кісі, мен міндетті түрде садақа беремін деп, садақасын алып шығып, оны білмей ұрының қолына ұстатады. Яғни Алладан басқа ешкім білмей-ақ қойсын деген ниетпен түн жарымда байқаусыздан қателесіп садақасын ұрыға беріп қояды. Таңертең адамдар арасында ұрыға садақа беріпті деген әңгіме желдей еседі. Сонда ол кісі: о Алла, мадақ саған тән, барлық жағдайда өзіңе шүкірлік болсын, мен міндетті түрде мұнан да артық етіп садақа беремін деп, бар ниет ықыласпен садақасын келесі түні жасырын түрде тағы да алып шығады да оны жезөкшенің қолына ұстатады. Таңертең адамдар түнде біреу жезөкшеге садақа беріпті деп әңгіме қылады. Сонда ол: о Алла, мадақ саған тән, мен садақаны жезөкшеге беріппін, бұйыртса тағы міндетті түрде садақа беремін деп садақасын алып шығып, келесі жолғы түнде бай кісінің қолына ұстатады. Күндегідей таңертең адамдар бай адамға садақа беріпті деген әңгімені гу ете түседі. Мұны естіген ол: о Алла, мадақ саған тән, мен садақамды ұрыға, жезөкшеге және бай адамға беріппін дейді. Сонда оған біреу келіп: ұрыға берген садақаң мүмкін оны ұрлық істемеуден қайтарар, жезөкшеге бергенің мүмкін оны зинадан, жеңіл жүрістен қайтарар, ал бай адамға бергенің мүмкін ол ғибрат алып Алланың берген байлығынан Алла жолында жұмсайтын болар деп айтты делінген. Ислам ғұламаларының айтуынша, амалдан бұрын ниет етуді үйрен.
Ниетке қарай кішкентай амал үлкен амалға айналады. Үлкен амал кішкентай амалға айналады. Ниеті тура болғанға Алла да тура болады. Алла тағала қиямет күні сақтаушы періштелеріне бәленше деген құлымның амал дәптеріне мынаны жаз деп бұйырады. Періштелер: «Уа Раббым, бұл құлдың мұндай бір нәрсесін сақтамадық, дәптерімізде ондай нәрсе жоқ» дегенде, Алла: «Құлым бұл нәрселерді мүмкіншілігі болса істеуді ниетіне алған еді» деп жауап береді. Сондықтан ниет адамды небір жақсылыққа жетелейді, тіпті бұл дүниемен қатар о дүниеде нәтижесін көреді. Данышпандардың бірі: сырттай ұсақ көрінетін қаншама амал бар, бірақ ниет оны үлкейтеді. Көрінісі үлкен болған қанша амал бар, оны ниеті кішірейтеді деген. Мына бір уақиға ниеттің қаншалықты маңызды екенін пайымдатады. Исраил қауымында құлшылығынан жаңылмаған бір мұсылман өмір сүреді. Бірде бір топ кісі оған сол маңда ағашқа табынатын қауым барын айтады. Әлгі тақуа кісі ол жағдайға ашуланып, балтасын алып әлгі ағашты шауып тастау үшін жолға шығады. Сол кезде шайтан бір шал кейпінде алдынан шығып жөн сұрасады. Ол ағашты кесуге кетіп бара жатқанын айтады. Шайтан: «Ол ағашты саған кестірмеймін» деп өзімен алыса кетеді. Мұсылман кісі оны жығып алғанда, шайтан: «бір сөз айтуыма рұқсат ет» деп жалынады. Рұқсат алған шайтан: «Алла бұл істі саған парыз етпеді. Ол ағаштың саған ешбір зияны жоқ. Сен оған құлшылық жасамайсың. Қаншама пайғамбарлар бар. Егер Алла қаласа, бірін жіберіп кестіретін еді» деп азғырып көреді. Оның қайтпасын байқағанда тағы да алыса кетеді. Тағы жыққанда шайтан тағы жалынып: «Сөзімді тыңда» дейді. «Сен жағдайы жоқ адамсың. Бұл істі істеуден бас тартсаң, күн сайын 3 алтын беріп отырамын. Оларды әр күн жастығыңның астынан тауып алатын боласың. Сол қажетіңді өтейсің, әрі туысқандарыңа жақсылық жасайсың, пақырларға көмектесесің және сол секілді көптеген қайырлы іске мұрындық болып сауапқа қаласың. Ал ағашты кесесің, тек бір сауап аласың. Ол да пайдасыз, өйткені халық екіншісін егеді» дейді. Пенде бұған көнеді. 2 күн бойы ақшаларды жастығының астынан тауып, 3-ші күні таппай қалады. Ашуланып балтасын тағы алады да ағашты кесу үшін жолға шығады. Жол жөнекей шайтанға жолығып тағы алыса кетеді. Бұл жолы шайтан адамға әл бермей жеңеді. «Мені қалай жеңіп кеттің?» деп сұраған адамға ол: «Алғашында сенің ниетің тек Алла разылығы үшін болатын. Сондықтан Алла менің қуатымды алып қойды. Ал бұл жолы сенің қу құлқының ақшаны ойлап кетті. Сондықтан жеңілдің» деген екен. Сондықтан ниетте негізгі шарт ықылас. Ықылас болмаған барлық істің ешбір маңызы жоқ. Ниетінде тек Алланың разылығын алуды көздесе, әрбір әрекетінен сауапқа ие болады. Ықылас жоқ болған амалдар ешбір пайда әкелмейді. Адамның әрбір істеген істерінің қандай ниетте болғаны сұралады. Жасаған амалдарын қандай мақсатта істегенінің есебі сұралады. Алла елшісі қиямет күні Алла тағала дүние тіршілігінде айтқан уағызын қандай мақсатта айтқанына дейін сұрамайтын ешбір пенде болмайды. Негізгі мақсатың не? Қандай ниетпен сөйледің? Алланың разылығын алуды ма, әлде халықтың көзіне түсу үшін бе? Деген сұрақтар қойылатын болады. Қандай да бір істің орындалуында ниеттің орны ерекше. Адамның өз қалауымен жасаған жақсы жаман әрбір ісі түпкі ниетіне байланысты. Ниет адам әрекетінің нақтылы мақсатын білдіреді. Ниетсіз, себепсіз алға мақсат қойылмайды. Ал ниеттің орныққан жері жүрек. Алла елшісі: «Шын мәнінде Алла сендердің келбеттеріңе, байлықтарыңа қарамайды. Алла сендердің жүректеріңе, амалдарыңа қарайды» дейді. Яғни бұл хадистегі жүрек деген сөздің астарында ниет жатқаны меңзелуде. Сахаба Абу Хурайра: «Жүрек патша, ағзалар оның әскері. Егер патша жақсы болса,
әскері де жақсы болады, ал егер патша нашар болса, әскері де нашар болады деп барлық мәселенің дұрыс бағытта болуы тікелей ниетке байланысты екенін ескерткен. Тана халқымыз да жақсы ниет жарым ырыс, адал ниет аздырмайды, арамдық бойды жаздырмайды. Адамның құлқы түзелмей, құлпы түзелмейді, пейілі жаман пәлеге жолығады, бітпейтін жалаға жолығады деп ниетке байланысты мақал-мәтелдер де айтқан. Ниет ғибадаттарда шарт пен парыз ретінде маңызды, кейбір жерлерде сүннет ретінде жүреді. Яғни бұдан шығатын қорытынды ниетсіз ешбір іс болмайды. Алайда Алла разылығы үшін ниет етілген әдеттер ғибадатқа айналатынын білген жөн.